қазақтар сөйлегенде байқайсыздар ма? Біз бір-бірімізден сыбырласып сөйлесеміз ғой. 3 адам отырса да бір-бірімен сыбырласып отырады. Қалай жатайын? Десо қалай жақсы? Амансың? Аман бітір. Ау, өзің қалай? 3-ші адам естімей тұрады ғой дауысын. Не деп жатсыңдар? Нағыл деп жатсың? Ау, нағыл деп жатсыңдар? Біз өз сондай бір спокойный біз бар ғой. Біз сыбырласып сөйлесеміз. Аммен сөйлесеміз ғой көбіне, аммен. Неге дейсіздер? Өйткені біздің мына кішкентайымыздағы тәрбиемізге байланысты екен. Мен сіздерге айтып берейін. Неге біз қазақ тыныш сөйлейміз? Біз мына бала өмірге келеді. Бала 1 жастан асады. Енді тілі шығып, развиваться етіп кетеді ғой бізде өзі. Папа, мама жан-жағын танып, сөйлеп кетірганда, отбасыда 2-ші бала дүнияға келеді. 2-ші бала дүнияға не істейміз біз? Аузын жауып тастаймыз ана баланы. Шулама, тыныш. Бөпе ұйықтап жатыр. Бөпе ұйықтап жатыр. Шулама. Ау, тыныш дейді. Ана балада уж содан бастап кехи өмір басталады уже бар ғой. Бөпе ұйықтап жатыр ма? Бөпе ұйықтап. Уже содан бастап үйдің ішінде ақырын жүреді өзімен өзі. Бөпе оянып кетпесе болды оған главный. Бізге қазақта бала ұйықтап жатса болды, қалған не волнует. Ана бала развиваться ету керек қой. Анау тілі шығып кетер еді ғой деген жоқ. Ол өзімен өз, өзінің әлемі өзінде. Мультфильм қараса да без звука қарап отырады. Өзінің дубляжы өзінде. Сөйтіп 2-ші бала дүнияға келіп, оның тілі шығып кетканда 3-ші бала дүнияға келеді. Жаңа екеуі дос бір-бірімен сыбырласып отырады. Бөпе ұйықтап жатыр, бөпе ұйықтап жатыр. Ойыншықтардың өзі пластмассы дыбыс шықпайтын келген жаңа. Сөйтіп 4-ші келеді, 5-ші келеді, 6-ші келеді. Үйдің ең кенжесі, от соған повезло. Сол сөйлейді, сол ойнайды, сол ән айтады, сол билейді, қалған 6-ауы соған қарап отырады. Шапалақ ұрып, байғұстарда тіл жоқ, не қылсын енді жаңағы. Сол ән айтса соған мәз болады, сол билесе соған мәз болады. Өз сондаймыз. А кенже балдар вообще мықты. Ата-ананың өзі айтып қояды, кенже баланың қолында тұрамыз дейді. Біледі өздері, соның кішкене развитый екен. Жоқ, шынымен сондай да. Ал үлкендер жақ өздері сондай спокойный болып кетті. Көбіне айтып жатады, мына үйдің үлкені ғой, өз сондай салмақты дейді. Ол вообще сөйлемеген ғой өмірі. Сөйлейтін жер жоқ ода. Үйде сөйлемей шығады, үйленгеннен кейін сөйлей алмай кететін ағаларымыз бар. Жұмыста да сөйлей алмай қалатындар бар вообще. Сөйтіп өмірі вообще тихий өтеді ғой. Ана тойға барғанда тілек айтсаң, кілең ағайындар тұрады, кенжесі басқарып тұрады үйдің кішісі. Көке сен бірінші айт, көке сен бірінші айт. Ана вообще сөйлей білмейді. Өздерің айта беріңдер, өздерің айта беріңдер. Көке сен бірінші бастап бер дейді. Бастап берген төре папа мамадан басқа сөз білмейді, қайтсын енді жаңа. Папа мама тойлауын құтты бол. Екіншісі тағы сондай той құтты бол. Мен қосыламын. Үшіншілерге көтеремін. Ең кенжесі ат души тілек айтатын сол, артынан ән айтады, қалғандар соған шапалақ ұрып тұрады жаңағыдай. Мына кейбір жеңгелеріміз, конечно, үйде қыз балдар болса, оларға повезло. Күйеуге шыққаннан кейін сөйлейді олар. А вот ағаларымызға вообще не повезло. Сөйлей алмай кететіндер бар ғой. Мына негізі үйдің екі үлкені бір-біріне қосылса, вообще үйдің іші тып-тыныш болады. Мына кейбір ағаларымыз бар, вообще спокойный. Шаңырақта да сөйлетпеген, үйде де сөйлемейді, жұмыста да сөйлемейді, өзімен өзі спокойный, көшеде кетірганда жүрісі де сондай болып кете ме, өзімен өзі бүйтіп қалды. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, аман болдырайын, аман болдырайын. Үйге келгенде сондай тып-тыныш, тамақ дайын ба, тамақ дайын, дайын емес, дайын. Дайын болса айтарсыңдар. Мен ана жақта болам деп айтып қоймаса, оны ешкім іздемейді де жаңа өзімен. Сол жақта болам. А жеңгеміз де спокойный. Я қас, магазинге барам, тамақ әкелейін, пісірем, сосын оятам ғой сені. Ана жақтан баласы да шығып кетеді. Папа, мама, тамақ дайын ба? Өз тып-тыныш, үйдің кенжелері қосылса, екі кенже, вообще үйдің іші у-шу болып жатады. Қалай жақсы, қалай жақсы. Иналман жақсы, қатабақ сен сонда. Ана үйде тыныштық болмайды. Шу, гам болып тұрады.